Сәлеметсіздер ме? Мен Муфтулаева Айгерім Рамитуллақызы. Мұнайлы ауданы Шоғы Мұңалыл атындағы номері 5-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Бүгінгі меңгеретін тақырыбымыз сөздердің байланысу тәсілдері. Сөйлемде сөздер бір-бірімен грамматикалық байланыста қолданылады. Сөйтіп барып белгілі бір ойды білдіреді. Әрине, кез келген қатар тұрған сөздер байланыса бермейді. Бір-бірімен грамматикалық байланысқа түспеген сөздер тіркеспейді де, сөз тіркесін құрай алмайды. Сөздердің байланысуының 4 түрлі тәсілі бар. Сөз бен сөзді байланыстыруға дәнекер болатын тәсілдер келесідей: жалғаулар арқылы, шылаулар арқылы, орын тәртібі арқылы және интонация дауыс ырғағы арқылы. Сөздер сөйлемде жіктік, тәуелдік, септік жалғаулары арқылы байланысып отырады. Солар арқылы байланысқа түскенде сөзде белгілі бір грамматикалық мағына туады. Мұны жалғаулар арқылы байланысу тәсілі деп атаймыз. Мысалы, мектепке кел, кітаптың тілі, ұлтқа қызмет, менің ұлтым, біздің еліміз. Сөздер сөйлемде шылаулар арқылы да байланысқа түседі екен. Мысалы, отан үшін, көрген сайын, ана туралы жыр, шөп тәрізді дәрі. Бұл жерде үшін, сайын, туралы, тәрізді деген септеулік шылаулар арқылы байланысқа түсіп тұр. Келесі байланысу тәсілінің бір түрі орын тәртібі арқылы. Орын тәртібі арқылы байланысқа түскен кезде сөз бен сөздің арасында шылаулар, жалғаулар болмайды. Мысалы, ағаш, күрек, өнегелі, өмір, 6 алаш, 30 жыл, кемеңгер, адам. Соңғы байланысу тәсілі интонация, яғни дауыс ырғағы арқылы жүзеге асады. Бұл жерде жалғау да, шылау да болмайды. Тек сөздерді айтқан кезде сәл кідіріп, пауза жасаймыз. Ондай жерде сызықша қойылады. Мысалы, ол дәрігер, күләш, әнші. Бұл біздің үй, мектеп, кеме, білім, теңіз. Енді Абай жолы романынан алынған мына сөйлемдегі сөздердің байланысу тәсілін талдап көрейік. Қарқаралыға келісімен ол көктемге дейін елге оралмай, шаруаларын аяқтаумен айналысты. Ең алдымен сөйлемдегі өзара мағыналық жағынан сабақтаса байланысқан тіркестерді тауып аламыз. Енді талдайық. Шаруаларын аяқтаумен айналысты. Сабақтаса байланысқан басыңқы сыңары айналысты, бағыныңқы сыңары шаруаларын аяқтаумен. Яғни табыс септігі, тәуелдік жалғау арқылы байланысып тұр. Яғни бұл жалғаулар арқылы байланысу тәсілі. Келесі көктемге дейін оралмай. Бұл жердегі басыңқы сыңар оралмай, бағыныңқысы көктемге дейін, яғни дейін септеулік шылау арқылы байланысып тұр екен. Сіздердің назарларыңызға Learning App платформасы арқылы тапсырмалар беретін боламын. Яғни бұл жерде сіздерге ең бірінші берілген сөз тіркестерінің қай тәсілге жататынын анықтаңыз деген тапсырма реті шығады. Окей батырмасын басу арқылы біз келесі қадамдарды орындаймыз. Яғни жоғарғы жағында сөз тіркестері берілген. Осы сөз тіркестерін 4 түрлі байланысу тәсілдеріне орналастыруымыз қажет. Бірінші, ел үшін. Яғни біз бұны дұрыс орналастырсақ қазір жасыл белгі жанады. Ел үшін тіркесін жалғаулар арқылы байланыс тәсіліне апарсақ, жасыл түс жанбайды. Яғни бұл шылаулар арқылы байланыс тәсіліне жатады. Келесі, үлкенді құрметтеу. Бұны шылаулар арқылы байланыс тәсіліне апарсақ, жасыл түс жанбайды. Яғни бұл жалғаулар арқылы байланыс тәсіліне жатады екен. Сол сияқты әке туралы. Бұл шылаулар арқылы байланыс тәсіліне жатады екен.
ағашты жару. Бұл жалғаулар арқылы байланыс тәсіліне жатады. Келесі, білім үшін. Бұл шулаулар арқылы байланыс тәсіліне жатады. Айгүл дәрігер. Дауыс ырғағы, яғни интонация арқылы байланыс тәсіліне жатады екен. Бұл біздің ауыл. Бұл да интонация арқылы байланыс тәсіліне жатады. Ол оқушы. Бұл интонация арқылы, яғни дауыс ырғағы арқылы байланысу тәсіліне жатады екен. Келесі, қызық кітап, орын тәртібі арқылы байланысу тәсілі. Мектепке кел, жалғаулар арқылы байланыс тәсіліне жатады. Сонымен қатар, алтын күн, орын тәртібі арқылы байланысу тәсіліне. Ақ жаға, бұл да орын тәртібі арқылы байланысу тәсіліне жатады екен. Біз барлығын дұрыс орындасақ, бізге мынадай белгі шығады. Яғни, тапсырманы өте жақсы орындадың, барлығы дұрыс деген белгі шығады. Дәл осылай сіздер де өз тапсырмаларыңызды құра аласыздар. Сонымен, бүгінгі сөздердің байланысу тәсілдері тақырыбына арналған сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.